сүйер ардақты ағайын ақынын баласында еркелетіп, қариядай қадірлейтін қазақ елі. Мектеп оқушыларының арасында тұңғыш рет ұйымдастырылып тұрған егемендігім елдігім атты республикалық қола домбыра айтысының ақтық сайысына қош келдіңіздер. Бұл айтыс бұрынғы айтыстан бөлек. Алтын домбыра сайысы, күміс домбыра сайысы бұл күні айтыстың брендіне айналғаны белгілі. Енді сол алтын мен күміс домбыраға жол бастайтын қола домбыра айтысы жолға қойылды. Оқу-ағарту министрлігінің тікелей қолдауымен айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағы, ел үміті қоры және де қара шаңырағымыз Евразия ұлттық білім университеті бірігіп бірлесіп атқарып жатқан бұл жобаның маңызы, мәні зор. Бұл айтысқа 20 өңірден алдын ала іріктеу өтіп, тізімге қорытынды бойынша 22 ақын іліккен болатын. Кеше 22 ақын алдарыңызда іріктеуден өтіп, тапжылмай айтыс сүйіп, ағайын тыңдап отырды. Іріктеуден іркілмей өткен 8 жүйрік бүгін алдарыңызға келіп тұр. Ендеше қошаметпен финалға өткен ақындарды қарсы алайық ағайын. Рауан Нұршабеков, Алматы облысы. Нұрахмет Мансұр, Қызылорда облысы. Ислам Әли Біржанұлы, Шымкент қаласы. Ең жас қатысушымыз. Айғаным Мақсұтқанова, Астана қаласы. Нұрислам Рағатов, Қостанай облысы. Бейбіт Байжігіт, Маңғаз, Маңғыстаудан келген ақынымыз. Ерасыл Сейтжанұлы, Алматы қаласы. Және де Ақтөбеден келген ару қыздарыңыз Арай Нұрадин. Кеше елді өнермен тәнті еткен жүйрік жас шәкірттер алдарыңызға келіп тұр. Енді осы ақындарға қарағылды қақ жарып қазылық жасайтын әділ қазы мүшелерімен таныстырып өтейін. Қазылар алқасының мүшесі, ақын, сазгер, мәдениет саласының үздігі Өміржан Көпбосынұлдарыңыз. Қазылар алқасының мүшесі, Қазақ ұлттық өнер университетінде осы жас шәкірттерді дайындап, ұстаздық етіп жүрген айтыскер ақын, алтын домбыра иегері, мәдениет саласының үздігі Еркебұлан Қайназар. Қазылар алқасының мүшесі, ел үміті қоры корпоративтік қоры медиа бастамаларды жүзеге асыру орталығының басшысы Оңайбаев Азамат Тасыбайұлы. Қазылар алқасының мүшесі, айтыскер ақын, елді өнермен тәнті еткен Ринат Заитовтың сөзімен айтсақ, айтыстың алтын басты қаламсап атанған елдің ең сүйікті ақыны, мәдениет саласының үздігі Астана қалалық айтыскер ақындар мен жыршы термешілер одағының қалалық филиал директоры Иранғайып Күзембаев. Қазылар алқасының төрағасы, есімі өздеріңізге етене жақын, ақиқаттың жаршысы атанып, айтыстың алдаспаны атанған Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Ринат Рифқатұлы Заитов. Осы ақындардың көңілінен шыққан жас ақындарда да арман жоқ деп ойлаймыз. Өздеріңіз білесіздер, оқу-ағарту министрлігі мен айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағы бірлесе отырып, биыл бір тұтас тәрбие бағдарламасын қолға алған болатын. Осы бағдарлама аясында қаншама мектептерде айтыс үйірмесі ашылып, ұлттық өнерге жастарымыздың қызығушылығы артты. Осы бағдарламаның аясында 494 өнер жобасы қолға алынған болатын. Міне, алғашқы оқу жылының қорытындысын айтыспен түйіндеп отырмыз ендеше. Осы жобаның
жүзеге асуына мұрындық болып, мың сан шаруасына қарамай, шаршамай еңбек етіп жүрген ұлағатты ұстазымыз, филология ғылымдарының кандидаты, Евразия ұлттық университетінің филология факультетінің деканы Серікзат Дүйсенғазы ағамызға арнайы алғысымызды білдіріп қоямыз. Кеше Аманжол Әлтай ағамыз айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының атынан осы айтыстың алғы сөзін ашып беріп, айтысқа сүйінші хабарымен келді. Бұйырса осы қола домбырада жеңімпаз болған ақын ертең алтын домбыра айтысына бақ сынап елдің алдында алғашқы өнерін көрсетеді. Яғни көрдіңіздер, осы қола домбыраның жетістігі, қола домбыраның болашаққа бастап жатқан қадамы деп білеміз. Алтын домбыраның алдында жеңімпаз ақындар өздерінің өнерін көрсетеді. Ендеше бүгінгі айтысты ашып беру үшін салтанатты түрде ортаға шақыратын кісіміз еліміздің бас ұстазы, бүгінгі жас шәкірттерге батасын беріп, алғы сөз айтсын деп тұрмыз. Ендеше оқу ағарту министрі Бейсенбаев Ғани Бектайұлын қошеметпен ортаға шақырайық. Көпшілік, мына бүгінгі үлкен жарысқа, додағы бәйгеге түскелі отырған жас қырандар, мына Әділқазылар алқасының сарапшылары, бүгін сіздерді алғашқы республикалық оқушылар арасындағы ақындар айтысыменен шын жүректен құттықтағым келеді. Құтты болсын мерекелеріңіз. Жалпы ақындар айтысы бұл біздің байырдан келе жатқан еліміздің дәстүрлі өнерлерінің бірегейі. Бұл өнерді қолдау жалпы ұрпақтар сабақтастығының мына еліміздің өнерінің қолдаумен бірдей деп есептеймін. Жалпы ақындардың айтысын біз бала кезден естіп, сусындап өскен, біз кезінде талай дүлдүл ақын ағаларымыздың, аталарымыздың, бүгінгі күні өмірде жоқ мықты ақындарымыздың айтыстарын теледидардан көріп, біздің әке-шешелеріміздің соны қалай сүйсіне қарағандығын білеміз. Ол үлкен расында тәрбие мектебі екендігін біз жақсы түсінеміз. Себебі қазақ жалпы сөзге тоқтаған халық. Солай емес бар. Ендеше осы сөзге тоқтаған еліміздің мынау сөз қадірін түсінетін ақындардың өнерін ұлықтау, бұл жалпы біздің еліміздің қадір қасиетін, біздің еліміздің құндылықтарын ұлықтаумен бірдей. Жалпы бұл өнерден, бұл іс-шарадан мен үлкен үміт күтемін. Өйткені жастар арасындағы бүгінгі күні тәрбиенің өзегін, тәрбиенің жалпы қадір қасиетін бір-біріне түсіндіруде осы айтыс өнерінің алар орны үлкен деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы біздің ұлттың мықты болуы, іргелі болуы, жастарымыздың басқа елдің жастарыменен мынау иық тіресе алатын жақсы, мықты тұлға болып қалыптасуына бұл өнердің де атқарар үлкен рөлі бар деп сенемін. Себебі мынау ақындық өнерге келген адамның парасаттылығы, оның жалпы білімге деген құштарлығы үдейе түседі. Өйткені ақын болу үшін де, ақындар айтысына түсу үшін де кез келген жас тек қана өлең шығарып қана қоймай, сол өлеңнің мазмұны менен оның мәні мықты болу үшін көп оқуды қажет ететіндігі белгілі. Сондықтан да бұл тек қана тәрбие мектебі ғана емес, сонымен ғана біздің жастарымыздың білімді болуына, мықты болуына үлкен түрткі болатын жақсы өнер деп ойлаймын. Бұл жалғасты болады деп сенемін. Жаңа ойлап отырмыз, бұл өнерді, бұл іс-шараны әрбір өңірлерде облыстың әкімдігінің
тікелей қатысумен өткізілетін үлкен іс-шараға, ал екінші республикалық ақындар айтсын, жас оқушылар арасындағы ақындар айтсын, бұдан да үлкен зәулім залда екі министрліктің қатысуымен өткізілген дұрыс деп ойлаймын. Бұл бағытта оқу министрлігі бұдан да үлкен жаңағы дем қоятындығына сөз бергім келеді, себебі бүгіннен бірінші басы басталып жатыр ғой. Біз бісмілласын көріп жатырмыз, жаман емес сияқты, сондықтан ойлап қалмаңыздар, бұл алғашқысының соңғысы деп, бұл үлкен дүниенің басы болады деп сенемін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді бәйгеден өсіп шығатын мықтыларды күтейік. Рахмет. Еліміздің бас ұстазының батасын алған жас шәкірттер бүгін шабыттана жырлайтынына сенімдіміз. Естеріңізде болса, 2003 жылы дәл осы жерде халықаралық үлкен айтыс болған түгін қазақ, қырғыз, өзбек, түріктерден ақындар келіп, осы жерде өнер көрсеткен. Міне сол сахнада елді ерекше өнерімен тамсандырған бүгінгі жас ақындарға кешегі айтыстың алғы сөзін айтып, батасын берген Аманжол Әлтай ағамызға елдің атынан ерекше алғыс айтамыз. Аманжол Әлтай ағамыз, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының төрағасының бірінші орынбасары, филология ғылымдарының докторы, профессор. Және осы жерде айтыс өтсе, барлық айтыстан қалмайтын біздің Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Бәттәш ағамызға көп рахмет айтамыз. Ал ақындарға сәттілік, дайындала берулеріңізге рұқсат. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі бас бәйгеге жеңімпаз ақынға берілетін қола домбыра алдарыңызда. Кеше де айтқан болатын түгін біз қола деген қорсынатын емес, нағыз қолы жеткендер алатын жүлде. Кешегі Олимпиада ойындарында Осман Қырғызбаев пен Назым Қызайбайдың қола медалі біз үшін алтын медальмен тарапар болды. Сондықтан бүгінгі жас ақындардың қол жеткізген қола домбырасы ертеңгі үлкен аламан айтыстарға салынған алтын көпір деп есептейміз. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен айтыстың алғашқы жұбын ортаға шақырайық. Ақындардың бірінші жұбы кеше елді ерекше өнерімен тәнті еткен ақын балаларыңыз Алматы облысынан келген Рауан Нұршабеков. Және Рауанмен айтысатын кеше де жеребеден бірінші жұп болып шыққан ақын ұлдарыңыз қазақтың балалары бақытты ғой, бомбаны балымыз-ақ деп түсінетін деп бүгінгі бейбіт күннің қадірін ұқтырған Нұрахмет Мансұр ұлдарыңыз Қызылорда облысы.
Бұндай сәтте шабылым келмей жатыр.
де салынбаған. Бәйгеде атпен бірге бабы шабат, бабы шапқан тұлбардың бағы шабат. Сабақтан қашып жүрген баласын деп, қызған башы басыма дары сабақ. Мен сахнадағы мектепте отқандайым, аяқ асты кетпесе оқ сағат. Өйткені мына маған осындағы серік затпай ағамның жолы сабақ. Айтулы Ринатбай ағамыздың өмірі өнегеге толы сабақ. Еркебұлан ағам жұмсағанда жас балалар қалыспай бәрі шабақ. Ирандайын ағамның сөзі сабақ, Өміржандай ағамның әні сабақ. Балаларға жүлдесін үлестірген елімді қоржыны толы сауап. Біздерге қиқу қосып отыратын осындағы халықтың қолы сабақ. Сондықтан сабағыма уайымдама, бұйыртса кем-кетігім толы салады. Тәлім мен тәрбиені қатар алып, Астанада аламын әлі сабақ. Ей, мен сияқты өсемін деген ұлға, осы айтыста көргеннің бәрі сабақ. Қалмайсың атын білмей, түсің білмей. Алтын, асыл, күміспен жалатылған домбыраны ақындар құшып жүр ғой. Ал бүгін қола домбыра болып жатса, көңілдің көк кептерін ұшырдым ғой. Химия-бай айтқанда түсінбеушем, осы жолы сөзіне түсіндім ғой. Ай, қазақтың даласында енді ғана металдың көп екенін түсіндім ғой. Айтса талай-талай асылдалар, жылдары olur жауан жанның жасын болар. Кешелі бері сені бақыладым, бір ағаң мен бір апаң қасыңда бар. Мамалар мен әдет қапалардың бала десе уайымы тосын болар. Сыртқа шығып кеткенде рұқсатсыз қайдасын кез келші деп есіңді алар. Ағам менен әпкеңмен еріп берсең, ол енді отбасылық шешім болар. Бірақ олар сөз сені түсіне ме? Әрбір сөзің рауанау жасын болар. Пойызбенен пәтерде дабыл таппай, қылдың ба сол жандардың асында я. Тамақ ішіп болған соң олар ұйықтап, сол кісілердің жолың ба жуылған сенің қолыңмен пасудалар. Дүкеннен нан әкел деп, су әкел деп, екі жақтан екеуі есіңді алар. Бір өзім шығарайын деп, содан кейін салбыраған насидің басың болар. Ей, бұның бәрін қайдан білдің деп ойлама, бұндай жағдай менің де басымда бар. My
Бірінші бастап, сөз бастау қиын болсақ та, сен де мен де саспайық, бұл айтысты бастайық. Көңіліне ұнасақ, көрермен берер бағасын, ал ұйқылы ағайын. Құйқылап бізге отсаңдар, алғыстан алға тақсаңдар. Шамасын, бабадан қалған асыл сөз, бір жылы сөз жазатын жүз жүректің жарасын, ей, бір тәуекел бұзатын, мың қайғының қаласын. Еңбек етіп аналар тәрбиелесе баласын
Жетісудың қыздары көне сабат детпедің. Қайдайым, қайдайым. Рахмет, бір шумақпен түйіндей ғой, айтысы. Келесі жүктің ақындары да құттықталды. Қарындат деп біздерге күлісетін, бұл рауан шығармадау дұрыс өкім. Бабалар 13 жастан отау құрып, бір-бірімен танысып білісетін. Қайнар бұлақ секілді сезім деген. Ғашық болған адамдар су ішетін. Сондықтан қырындат деп айыптама. Жөнің жоқ қой біздерге күлісетін. Махаббат ол мамандық емес шығар. Мектеп бітіргеннен соң кірісетін айқаяғы. Ақының шешендер шешіледі. Атамнан алып едім бәсірені. Мінекей өлеңдерді айтып тұрмын. Не деген жігіт едім несібелі. Осылай бірте-бірте ашыламын. Шын тұлпар шапқан сайын өсіле айқаяғы. Болсақ жақсы емес пе? Ақын болсақ жақсы емес пе? Елімізде осылай тек жақсылыққа келіңіздер. Қайдайым, 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 қайдайым. Ғани ағам министр келіп отыр. Айтқан менің сөзіме сеніңіздер. Қайдайым, 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 қайдайым. Айғызсам деп сабаққа бармай жүр ғой. Нұрахметке бір грант беріңіздер. Қайдайым, 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 қайдайым. Ой, рахмет. Ал, қошеметтеріңіз болсын ақындарға. Қол бастаудан сөз бастау қиын деген қазақтың сөзі осындайда ойға оралады. Ерлан аға бұйырса Евразияның намысын қорғайтын ақындарды көрдіңіз ғой. Енді алғашқы жұптың бағасын берейік. Айтысты алғашқы болып сөз бастаған Нұрахмет Мансұр, Қызылорда облысы. Бір он, қалғаны 9. Нұрахметпен айтысқан Алматы облысынан келген жас талант Рауан Мұршабековтың ұпайы. Бір 9, қалғаны 10. Ал ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен ақындардың екінші жұбын қарсы алайық. Кеше ең жас ақын болып елді өнерімен тәнті еткен Шымкент қаласынан келген жүйрік Ислам Әли Біржанұлын қарсы алайық. Және Астана қаласының намысын қорғап, кеше де жарқырап өнер көрсеткен Айғаным Ақсұқанова қыздарымыз. Ал ақындарға сәттілік, қысқа қалжыңдасып, кезектесіп айтысыңыздар. Ау, балайдың тайған еп асық қуған, қарадау ғой өлеңге машық қылған. Ассалаумағалейкум, астанама ата
жақсы шәкірттер үйлерін көп сағынбайды. Егер менің айтқаным жалған болса, сөзіме еш шапалақ соғылмайды. Дауысым сөздің қысқасын айтқан кезде бұл орда арманымды орындайды. Европаның қай елін іздесең де, Евразиядай универ табылмайды. Кетпеген баласың ау асасыйы. Финалда менімен жұпталықсың. Әпкесінің тәп-тәтті нәпәсиі. Кішкентай бойыда тым қысқа екен. Құдайым мынау кімнің бұл пашиы. Şıday almaya Sözümde ağatığın bulaq derim ay. Özünde enişegim şıрақ derim. Екеумізден бірдеңе шығама дейді. Өзіңше сұрайсың, өзіңше отырсың ғой сұрап менен. 11-дегі баламен не шығады? Мен тек қана өлеңімді құрап көрем. Ойпармай мынау балаң сойқан екен. Осындайда өретін құттайынан өретін қуатты өрек. Ойыныңнан от шықпаса не шығады? Мен сені алынатын сынақ көрем. Ел деген тауып айтады екен қой деп. Не шықса Шымкент жақтан шығады деген ай.
bir жанаға ақын еді. Оны да жырыңа сен үгіт қылдың. Осы сөздің қысқасы финал жаққа екі бірдей ақынды біріктірдің. Сен де әкеңнің арқасында шығып тұрсың, мен де әкемнің арқасында шығып тұрмын. Әппақ боп атсыншы бала таңың. Деп отсың ба аузыменді қаратамын. Төлінерін көтерсін деп жіберіпті. Үкіліп сені туған жерің Қаратауың. Қол соғыңдар осында бұл балаға. Ағайында аямас алақанын. Төбесіне бұл баланы көтерсінші. Қаратаудан келіп қалған балапанынан. Ау, түрімізден көргендей фотосурет. Отыр ғой мынау кімнің бопашы деп. Сен мені еркелесең бопашы деп, мен сені еркеледім апасы деп. Ау, кезегім бопашы деп берді әйтеуір. Тиктокер екеніңе сенді әйтеуір. Қайта тикток дегенге масаттанып, кәмпит демесең болды әйтеуір. Ау, бұл әлі қырандайын қияқты ғой, таңдайдан жыр төккенде миятты ғой. Ағайын бәріңіз көріп тұрсыздар, қоланы маған беретін сияқты ғой. Алтындай жырменен шығып тұрып, қоланы бермей кетсе, ұятты ғой. Деп отсың ба әпкемді тойтарамын. Жарайды мен сөзімді қайталамын. Кәмпит бер деп сұрама деп қояды. Оған қалай мен жауап айталамын. Кәмпитті өзім саған бермесем мен, кәмпит әпкем болып қасыңда жайқаламын. Қорықпа кәмпит бер деп сұрамаймын. Өзім саған кәмпит беріп қайтарамын. Исламжан, сен бір мықты балам едің ай. Қаратаудан келіп қалған қарагерім ай. Әкемнің арқасы емес деп айтасың. Шапқанда сен де сондай дарам едің. Тоқпағы мықты болса киіз қазық жерге кірет дейді ғой. Санал елім, менің әкем сенікіндей ақын болса, қол емес алтын домбыра алар едім ай.
айтысып отқан кезде шақалақпен мен бірақ өлеңді қайталап бем. Бұйырса қола домбыраны алып жатсам, аспапты құйып берем шоколадпен. Ау, айтсам әлі кіші баламын ғой, бұйырса мықтылардай боламын ғой. Алтын домбыраға просто жасым жетпейді, әйтпесе алтынды да аламын ғой. Ау, бұл әпкем жақсы мәнді күй кешеді, баладан жақсымын ғой ой кешегі. Сахнада әкем отыр деп айттың ғой. Осыған әли өлең қой деседі, екеуміз шешіп алсақ бол демес пе, әкең мен әкем өзі сөйлеседі. Айған түйіндей ғой, е? Дегенде бұл көгімнен ұшып өтем сосып өтен Әкем менен сөйлесем деп қояды, дей алмаймын бұл баланың түсіп өтен. Сен өзі Шымкенттің баласы едің, кәсіпкерлер сонда ғой. Кәсіпкерлер сонда ғой ісі бекем. Нағыз сол еңбекқорлар жер еді ғой. Бәй, бірақ мына балаң күшік екен. Ересек үлкендерін саудагер деп ойласам, Шымкенттің балалары да пысық екен. Ой, рахмет, ақындар, тамаша айтыс болды. Ақындарға қошеметтеріңіз болсын, ағайын. Ислам дәм жерінен айтысты аяқтай қойы. Айтысты бастаған Ислам Әли Біржанұлы. Бірыңғай 10. Исламмен айтысқан Астана қаласынан келген, Астана қаласының намысын қорғаған қыздарыңыз Айғаным Мақсұтқанова. Бірыңғай 10. Рахмет. Осы айтыс өткен ғасырдың 80-ші жылдары қайта қарыштаған кезінде Көпбай Омаров, Манап Көкенов, Тәушен Әбуова, Көкен Шәкеев сынды 60-та алқымдап 70-ке жақындаған ақындар сахнаға шығып өлеңнің көрігін қыздырды. Тәуелсіздіктің жемісі егемендіктің арқасы деп білеміз, көрдіңіздер. Жастары 12-ге толмаған Ислам Әли елді қалай тамсандырып отыр. Әлі мектептің оқушысы Айғаным да осылай халықтың махаббатына бөленіп отыр. Өздеріңіздей көрермен бар да, осындай жастар бар да, қазақ айтысы мәңгі жасайтынына бек сенеміз. Ендеше келесі ақындарды хабарлайық. Ақындардың 3-ші жұбы кеше осы айтыстың сәні болып, тамаша өнер көрсеткен Қостанай облысынан келген Нұрислам Рағатұлдарыңыз. Айғанымға білезік сыйлаған осы балаларыңыз жаңа айтысқа тақырып болып отырған. Және Нұрисламмен айтысатын Маңғаз Маңғыстаудан келген, өткенде ғана өткен Жыр алыбы Жамбыл республикалық ақындар айтысының, оқушылардың ақындар айтысының тақырып бойынша бас жүлдесін иемденген Бейбіт Байжігіт, Маңғыстау облысы.
сөз бүгін қалай тіл қарымас демеңдер әр қиырға ұрма құлаш. Көрейік көп алдында бір көсіліп көңілдің көктөнені күн дарымас. Қола домбыра болады дегеннен соң жиылды елдің қызбен ұлдары рас. Болашақ жастардікі болғаннан соң еңсесін түк ұстасын тұлғалы жаз. Әйтпесе елге тіреу бола алама илуге көніп кеткен былғары бас. Алдыңа екі айналып шығып тұрған ағайын ақындардың бір бағын аш. Жырласақ жаста болса ел алдында пайымын парасаттың шыңдарын аз. Ой, тәуекел бір Алла деп сөз бастайық, Құдай қуат бермесе құл жарымас. Ой, әрмекеннің жиылып сақалары жұп қылып өзің болдың атағаны. Ассалаумағалейкум бейбіт ақын сөзінің саралтындай сапалары. Ойланып сөйлемесең әрбір сөзің жаныңа атқан оқтай батады әлі. Аңдамай Наржамбылдан жеңілген қой Айтыстың құлман беттей атаманы. Сөзіне сақ болмаған қырғыздың да Сүйінбайдан жеңілген қатағаны. Бір сөзден жеңілсе де бұл айтыстар ел ішінде айтылып жатады әлі. Біздің де айтысымыз бір тарих қой өзінің биігіне апарады. Сондықтан сөздеріңе сақ болмасаң тарихқа жаманатың тақалады. Айтыс деген ұстайтын бірақ сөзден ұлы өнер ғой заңы да қатал әрі. Ой, бір сәтте ақыл таппай қалған ақын бір ғасырға ақымақ атанады. Ой, кеше қырып айтыстың тұғырық еніп, содан кейін отырмын бүгін көріп. Бейбіт күнде есімім жақсы депсің, Айбарыстың есімін қырын көріп. Есіміңмен мақтана бастап едің, Нұрислам қалды сонда жұбың болып. Ой, бейбіт күнде одан да жақсы емес пе, Ислам келіп тұрса нұрын төгіп. Ой, мен сені деп жүретін тақымдыл ғой, бірақ бір жайт жаныма батып жүр ғой. Мана бәріміз тал егуге, бейбіт сен сол кезінде қатырдың ғой. Егуге барды деген аты ғана, көзіңді көтер алмай отырдың ғой. Ой, бір талды егемін деп айналайын, екі талдың орнын опырдың ғой. Ислам буының бекіп жүрме, секеңдеп босқа маған зекіп жүрме. Бір ғасырға ақымақ атанат деп, Нұр Ислам айтыста көкіп жүрме. Абайла өзің солай қателесіп, сен ақымақ атанып кетіп жүрме. Ай. Сенің айтқан сөзіңде мән жоқ еді. Сенің айтқан сөзіңде жан жоқ еді. Екі талдың орнын опырдың деп. Менің айтқан сөзімде бал көп еді. Түністікпен қараңыздар, ағайындар. Просто Маңғыстауда тал жоқ еді. Ай. Дұрыс емес, бұлай маған бүлік салған, дұрыс емес қазыларға күдік салған. Маңғыстауда мен тал жоқ деп айттым жаңа. Дұрыс емес олай елді жығып салған. Бабаларым талдарды найза қылып, жаулар мен түркіменді қырып салған. Ұрынып қайтеміз біз бос егеске.
Мына кеш ғибратты кеш емес пе? Ассалаумағалейкум ағайындар, финалға жолдамалдық кеше-кешке. Енуға еңсетіктеп кірген кезде ақындардың көңілі хош емес пе? Қазылардың құрамын қарағанда Ырымғали түседі көсемеске. Ақындардан құрады бір кафедра, 1000 жылдық мұрасы бар көшемес пе? Аманжол Серікзатпен Дәулеткерей, Балғынбек, Айбек, Жібек дос емес пе? Ринат, Иранғайып, Ерке Бұлан, жырласам тауса алмаспын неше кеште. Қола домбыра айтсын жасап жатыр, елден алар бағасы осы емес пе? Ырымғали ағайдың еккен шыбықтардың жеміс беріп жатырғаны осы емес пе? Ай-ей-ей-ей. Ақындар сандуғаштай сайрап жатыр, өнердің терегіне бойлап жатыр. Түске дейін біздерге тал ектіріп, Улканың айналасы жайнап жатыр. Білім менен өнерді қатар қолдап, енуім қола домбыра тойлап жатыр. Оқушым деп осылай қолдамаса, елім деген шығады қайдан батыр. 100 жылдығын тал егіп ойлап жатыр, 1000 жылдығын білім беріп ойлап жатыр. Ай-ей-ей-ей. Сап. Екпініңнен қайыңмен емен сынар, бәле шықса бауырым сенен шығар. Кеше сен айғаныммен айтыстың ғой, ол сендей балаларға бедел шығар. Айтысқа шықтың да датыңды айттың, Нұрислам тартынбас өрен шығар. Қорқытып президенттің жарлығымен қазыдан жеңілдікті жедел сұрар. Жылағанға өкірген жолығар деп, өмірдің кей сабағы кемел шығар. 100 кило ақынмен жұптап қойған, шебер десе Құдайда шебер шығар. Жеңілдікке шүкір ете алмады деп, ауырлықпен сынаймын деген шығар. Ай-ей-ей-ей. Біреуі болмасам да даңқ дердің, шапалақпен шайырға шабыт бердің. Шабыт беріп жатыр деп естігесін, қасыма сен де бірге шауып келдің. Бір пайдаға асат деп әжеңіздің білезігін ап келдің, анық көрдім. Жұпталып ай дидарлы айғаныммен қолына білезігін тағып бердің. Бірақ саған айғаным қараған жоқ, біреуі болғаныңмен дәніккеннің. Ал бүгін не қыз жоқ, не білезік жоқ, соқа басың сопайып нағып келдің. Жаныңдағы бейбіттей бауырыңа атаңның қандай затын алып келдің. Ай-ей-ей-ей-ей. Çöp. Ой, татымды десем өлең төгіледім, мынауың жел сөзбенен желігеді. Ақмақ атанасың деп Нұрисламға шамасына қарамай сөгіп еді. Өз ойыңмен шамалап айта салдың, одан басқа бұл бейбіт не біледі? Ой, түйелердің түсіне кірген аттың барлығы өркешті боп көрінеді. Ой, бейбітжан бізге айтатын жырың қалай, мен бірақ көтермеймін сыныңды оңай. Атаңның затын алып келдің бе деп, дұрыс отыр өтірік жымыңдамай. Үмітпен шығарғанда ақтықсынға, ұсақ сөзді сөйлейміз бүгін қалай.
айта алмасаң үндемей тыңдап отыр, болмайтын сөздеріңді тығындамай. Ой, қоланы аламын деп әуре болып, елдің алтын уақытын шығындамай. Ой, тәуелсіздік бақытты әлемімдей, бұлбұл құстың шырқаған әуеніндей. Кей кезде өзім болған адамдай боп, тәубенің ұмытамыз әдебіңгей. Азап көрмей өскесін азаттықтың, келеміз қадірінде және білмей. Бейбіт күнді бағалай білмегенге зұлымдық тосып отыр тақ өлімдей. Онсыз да біз мың өліп мың тірілдік, енді әрекет қылайық кәне бірдей. Елді асырап отырған бидайыңның бейбітшілік ең соңғы дәнегіндей. Жасындай жарқ ететін кезінде мен кезіктім бейбіттейін көзірменен. Тулауыңда өтпеді асауаттай, шумағыңда өтпеді әзілдеген. Мағанда салмақты сөз айтпайсың ба, отыра бермей өзіңменен. Келдің бе әлде қола домбыраны, бір көріп кетейін деп көзіңменен. Қиял менен самғайтын айғы өкілсіз, алып отсың Нұр Ислам пайда өтімсіз. Сен залды қалай суреттедің, Рагатов, сіз өзіңіз қайда отырсыз? Нұр Ислам Қостанайдың ұлы мекен, Нұр Ислам бейбіттің жүгі мекен. Астана қиқу беріп отырсайшы, тұлғалар ізі қалған ұлы мекен. Не бересің дегенде дым айтпады, бермеймін, әлде бермеймін деген түрі мекен. Шыққанда Нұр Исламдай талаптыл мен айтысқа әр қадамды санап кіргем. Ағайын қиқуласаң өзің егер, бітеді ақындарға қанат бірден. Бауырым есіңде болсын дәйім, бізге сөз айтуға болмайды ағат мүлдем. Жарайды, ештеңеңде керек емес, саған артық қоймаймын талап мүлдем. Тек қана аман жүрші Рагатов жан, одан да ойнап жүре бер Рагаткіңмен, ай-ей-ей. Ел десе саңқылдайтын сұңқар керек, ел десе алқынбайтын тұлпар керек. Нағыз керек нәрсені мен айтайын, беттен қақпа ағайын ынтам делеп. Лут қауымы секілді азбай тұрып, болашақты ойлайтын бір қам керек. ЛГБТ дегенің жердің құрты, бас көтерсе жағаңды жыртар демек. Малдың өзі бір-біріне артылмайды, бізге енді басқа қандай сылтау керек. Кейбір жандар қолдамай отыр екен, Ринат ағам төбемен құртам деп ед. Ғанияға осыны тоқтататын, болашақты ойлайтын бір қам керек. Осы жаманшылықтың алдын алар мектептерге рухани бір пән керек, ай-ей-ей-ей. Құдайым басымызға бақ беріп тұр, ал бейбіт болашаққа сақ болып тұр.
рухани ағам арнайы келген екен, Бейсенбаев жұмаға тап келіп тұр. Көптен бері көкейде қордаланған ұсынысты айтатын шақ келіп тұр. Айтыс пәнін егізіп мектептерге, ұрпақты ұлы жолға қаттеліктір. Әттең бәрі өзгеріп кетер еді, бір шешім жетпей жатыр әттең ұтқыр. Өнел ұлтын сүйген ұл жаман бола қоймас, болса егер жақсы мектеп бапкер ұтқыр. Қысқасы ақындардың ой осындай, аға сізге оқушыдан хат келіп тұр. Мектепке айтыс пәнін енгізсеңіз, қазақ руханиятына бақ болып бір. Сізге де мектеп ашқан Ыбырайдай тарихқа жазылатын сәт келіп тұр. Бірақ бұндай пәндерді оқыма дел, оқымаса әрине опына дер. Нұрислам, ұсынысыма келіспесең, арыңның әділ таза сотына бер. Егерде айтар сөзбен уәжің болсаң, уәжің болса, бидің жалғыз ұлындай сапыра бер. Ал егер ұсынысты мақыл көрсең, көзіңді бақырайтып отыра бер. Рахмет ақындар, уақыттың ыңғайына қарай. Бір шумақпен түйіндей қойды, Нұрислам. Самасына қарамай жасқап отыр, байқаймын өлең жырды ластап отыр. Өзің айтқан сол рухани бір пәніңді бір тұтас тәрбиеден бастап жатыр. Сүйгесім қазағымның ұлты жырды білмейтін ақын едім іркілуді. Рагаткамен ойнай бер деп айтасың, мен сенің аяп тұрмын бұл түріңді. Болар елдің баласы деп отырсам, бұл жаңа мына мені күлкі қылды. Ініңе күлгеніңнен пайда бар ма, өзіңнің жамамасаң жырдығыңды. Артыңда қалатындай сөздер айттың, айтыста болам десең шынтығырлы. Ойланып сөйлер болсаң алдыменен, досым-ау тартар дейсің кім тіліңді. Ойланбай сөйлегенің қауіпті ғой, көздемей атқаныңдай мылтығыңды. Ал бейбіттей бауырым жаныма келген жайғаса, төгіліп біраз сөйледік тұрмайтын аттай байласа. Осы менен бауырым жағадан алмай жауымдай сөзге тоқтауға қамжаса. Жолымыз әлі кездесер, табанымыз таймаса. Тартысқан менен айтыста, көңілім саған ақ менің, осыны отыр ойласа. Қоштасарда бауырым құшағыма басайын, қадамды сенде сай жаса. Қатты айтсам кейде қайғы етпе, қылышта өткірленеді-ау қара таспенен қайраса. Тарихтан талай сынақ келікті бір, бабалар салды сонда жиылыпты бір. Солардың арқасында ел атандық, сарыарқаның төсінен бұйырыпты ғыр. Алағайын осымен қошаман бол, алдыңда өтер біздің үйіліп құмыр. Тәуелсіздік мәңгілік мөрің болып, қазағым барша әлемге билікті ғыр. Бірігіп сақтау керек барлығымыз, Тәңірден бізге берген сыйлықты бұл. Ерліктің ең ұлысы егемендік, елдіктің ең жақсысы бейбіт ғұмыр. Айтыс соңы мен сенен шошығанды, Нұрислам күшке күш қосып алды. Айтыс аяқталған соң уақыт алмай, мана неге айтпайсың осыларды? Неге тоқта дегенде көпке кеттің? Ал мен болсам, өз-өзіммен ретке кеппін. Бір тұтас тәрбиемен бейбіт күн деп, ел алдында бауырым төкпелеттің, жазып берген қуантып ағайыңды, Мейірбек ағамызды өкпелеттің. Ой, рахмет, тамаша.
тай жарысты күлі қай жарысқа қоссаң да алқынбайтын жүйріктер екен. Нұрислам мен Бейбітке бір қошеметтеріңіз болсын. Осы егемендігім, елдігім айтысының артында қалатын қанатты сөз секілді жаңағы Нұрисламның ерліктің ең үлкені егемендік, елдіктің ең ұлысы бейбіт ғұмыр деген сөзі осы айтыстың керемет айтылған бір сөзі болды деп есептейміз. Ақындардың бағасы енді айтысты бастаған бірінші Қостанай облысынан келген Нұрислам Рағатов. Бір 9, қалғаны 10, 49 ұпай. Нұрисламның қарсыласы Бейбіт Байжігіт Маңғыстау. Біріңғай 10. Ал ақындардың 4-ші жұбы, 2-ші айналымның соңғы жұбы. Ерасыл Сейтжанұлы Алматы қаласынан келген ақын ұлдарыңыз. Кеше ерекше өнерімен елді сүйсінткен ұлдарыңыз. Және Ерасылмен айтысатын Ақтөбе облысынан келген аяулы қыздарыңыз Арай Нұрадин. Келді ғой Ерасылдай ақын аға, қарсыласқа жыр арнап қатырама. Бейбіт пен Нұрислам күшті айтысты, ал бұлжып соған сөзді татырама. Талшыбықтан талмен олар бастады әңгімесіне, Ерасыл қаперге ұғып отыр ала. Алдыңғы жұп талды айтып қоймап еді, талшыбықтай қыз келді сахнаға, ей сахнаға ай. Ей сөзімді мен айтайын жалғап айтып, сөйлейтін мен емеспін аңдамайтын. Жеребеден бұйырған көркем қызға төнетін түгімде жоқ қанғарайтып. Сен маған қарындас боп келесің қойы, тұны қойды айтсаңшы талғап айтып. Жап жас қызға отбасы құрайық деп, ровыды да отбайына арнау айтып, ей арнау айтып ай. Ей Арайжан айналайын қас тұлғаңнана, сақтасын бізді Құдай қас қылғаннана. Сені көріп бір шығарма еске түсті, нен еске түсірмейді 5 күн жалғана. Қасқыр ұлыған түн атты шығарманы Оралхан Бөкей жазып мәшһүр болғана. Сонда басты кейіпкер Арай еді, өзі сұлу жігері тасқын болғана. Жем болып қасқырларға Арай ару өмірі ертізілген жас күл болғана. Қазірде қорлық көрген қарындас көбі, көріп жүрміз азғындау дәстүр даулана. Мен саған жігітпін деп көз сүзбеймін қайтемін, не табам ғашықпын деп састырғаннана. Арайлым сенің датың Арай еді, еңсесін еш адамға бастырмаулама. Алаңдамай жүре бер Астанада, ағаң сені қорғайды қасқырлардан, қасқырлардан. Анасы алтын құрсақ алтын адам, атасы аламанда арқырағана. Аман бысың қасымдағы Арай сұлу,
сөзіңе адам барма балқымағана, ал ендеше ізетпен сөз берейіні, ағайынды сапыртсын баутымадана. Батыстан келген қызға сөз берейін, шығыстан шыққан күнді жарқыраған, жарқыраған ай. Шықтық алдыңа, ой қастап жырдың өріне, бұл бақыттың иісі де бұйырмай қалдау көбіне. Сусындап жұртым қансыншы сөбелі сөздің сөліне, алдарыңда тік тұрып бас иемін еліме. Бұл жолы тағы жұп болдым алматылық бөріге. Аман бір қарап мұнда қояйын ерасылда еріме. Дуадақ тартып шөлене, құрбақа тартып көліне, алауыздық жасамай отырмайық бекер бөліне. Ақындар деп ардақтап жайғастырғанда төріне. Қарындасым деп бастадың саналадым, өнегелі ұл ғой деп шамаладым. Қасқырлардан қорғап жүрем деп айтады ағайын, естідіңдер жаңа бәрін. Осындай болу керек қыран бала, қылығын жасамайды шағаланың. Қыз дегенің үйдегі әпкең апаң емес пе, қыз қарындас аналарың. Қыз отырған төрлері де ұят санап, былапыт айтқызбаған бабаларым. Қарындасқа біреулер қылжақтаса дейсіңдер ғой, жүрегін жараладың. Кей жігіттер сахнада қылмаңдайды, дегендей табаласам табалағын. Сондықтан көрген әрбір қазақ қызын қарындас әпке ғой деп сана бәрін. Қыз баланы құрметтеп айтысушы ед дәулеткерей Ринаттай ағаларым. Қазір білмейм бір жаттанды сөздері бар, бұзылған ағалар мен інім мен ағаларым. Одан да ерасылдан үлгі алыңдар, сол кезде көтерілет бағаларыңа. Осынау шақта ұлы күн жоқ екен маған құрығың. Жол болмай жатса ерасыл, кетпесін бекер тынымың. Ұстап отқандай сөйлейік айтыстың майлы жілігін. Арай қыз еш кеспейді жолдарын аға інінің. Есімін құрмет тұтамын жалпы қазақ ұлының. Оққан соң баба ілімін, бойда бар тәлім білімім. Ұлт үшін қайтпа сірімін, Фариза апамның жырымын. Ақ қанат арман гүлінің, пәктіктің әппақ пірімін. Қазағым барда тірімін, қар өлең барда ірімін. Өр мінезді текті ел қазақ қызының бірімін. Бір әзіл саған айтайын, құрдасау енді нықтыңда. Абылай айтқан шындықтың кеше сырын ұқтың ба?
Алматыдан өзге елде бәйге ала алмай шықтың ба? Жалғыз оны мен емес, біледі бәрі жұрттың да. Шөптің басын білесің, желсіз айтшы шықтың ба? Өлімнен ұят күшті дейді, көздің жасын сықтың ба? Өзімнен көрі өзіңді, алаңдап арай сезінді. Абылай бетке айтты деп, түнімен жылап шықтың ба? Бірақ көрдің жеңіліп қал, бетке айтқан мықтыңда. Дәурені алма кезек дейді, құттыңда тіпті жұттыңда. Қарсыласы көп болған пайғамбарымыз Нұқтыңда. Шыныңды айтшы, кеше сен Абылайдан ықтың ба? Демеймін жүрегіңді жаралаймын, мен сені осал жанға санамаймын. Көз жасын сықтың ба деп тиеседі, демеймін оған сені табалаймын. Мен жыласам ештеңе емес қой, қарындастың жылағанын қаламаймын. Қаламаймын, алғыспен арай қызға сәлемдеймін. Ойымды осы ортада мәнерлеймін. Алматыдан басқа жерде жүлде алмайды деп, бұл менен бір кемшілік көрер деймін. Алматы бұрынғы елдің астанасы, демеймін оған қауіп төнер деймін. Бұрынғы астананың баласы мына, жүрегіммен сөйлесем өлең деймін. Бұрынғы астананың шын мықтысын, қазіргі астанада дәлелдеймін. Дәлелдеймін. Күштілер жолықты ғой осы маған, абыройды демеймін шашырағана. Рауандар еңбегері жайлы айтты, еңбек десе бар емес пе ғасыр адамы. Жақында 125 жыл толды, сол кісі қатты ұнайды осы мағана. Еңбектің нар тұлғасы деген кезде Сәтбаев қанышымды есім алам, есім алам. Шайқасын балаң шайқасын, шайқасын балаң шайқасын. Айтып отсаң бәлесің, айтпай қалсаң қайтасын. Қаныштың қатпар еңбек ай, түркі жұртым деп теріледі ай. Ғұмыр ақатын көрмеді ай, қылымның көріп айқасын. Батыстан тапты мұнайды, алтынды тапты шырайлы. Жезқазғаным деп жылайды, өрге сүйреді ойтасын. Елім дегенді аттыңдар, академияны жаптыңдар. Алтын мұнайды саттыңдар, елденді қалай байтасың. Түңілме пенде түңілме, дәм төзің біткен күнінде мәңгі мекенге қайтасың. Жаппар алдына келгенде, қаныш атамды көргенде, жерімді жеген жемқорлары не бетіңді айтасың. Болғасын қола деген той осында. Ақындар шын көмегін аясында. Серік Заттай ағамыз тау ектірді.
маған құшақ жаясың ба? Сол тауды сен де ектің, мен де ектім. Қалғағыңа демеші тоясың ба? Келер жыл келер болсақ, студент боп Евразия бізге құшақ жаясың ба? Алла жазса екеуміз бірдей түсіп, шай ішейік сол таудың саясында, ей саясында, ай. Қарындасым деп сыйлаған, жылы сөздерін арнаған, қарындасым деп сыйласып мақтау айтудан талмаған. Ақындарымыз біз әлі өлеңге толық қанбаған, сыраға бал сыйға сый жасамайтын бармадан. Жаныма жайғастың таман кеп, демеймін көңілің жаман бет. Көкте қатқан көк мұзды тырыспайық алам деп, қарсыласты ойламай тобықтан ылғи қағам деп, жеп жеңіл жолмен ұтамда жанға құсап шағам деп. Мақсат қой бәрін өмірде, біліммен ғана табам деп, ол абайда айтпай ма, кірпіш болып қалан деп. Кішіні сыйла інім деп, үлкенді үлгіт ағам деп, ата-анаңда марқайып, мақтансын міне балам деп. Көргем жоқ мақтаса, жасымадымда даттаса, орынсыз қызға тіл тисе, кетемін ылғи жақтаса. Кез келген ақын шабады, атана ұстаз баптаса, кесір жыландай иіріліп, қарсылас жолды жаппаса. Құдияр құсап сыртымнан, қапыда жебе атпаса, қодарға ұқсап намысты, отқа салып жақпаса. Кәдірбай құсап лепіріп, әдептен безіп лақпаса. Сөз саптауы лайық боп, қолман бет құсап шақпаса. Ештеңе емес қалғаны Құдайым өзі сақтаса. Төбем ақ тілекпен аттандырса, арайдай қыздарына сенген демек. Мен негізі 11-ші класс түлек едім, бұйырса енуға да енгім келет. Өйткені кілең текті түлетті ғой, тектілердің ізінен ергім келет. Өз қызыңдай қолдай берің, бұйырса бәрінде мен жеңгім келет. Кешеде құйқылап бір қолдадыңдар, ақын қызға арайдай бердің көмек. Екеуміз сол кезде бір шай ішейік, сол сөзге де менің бір сенгім келет. Серікзаттай ағаның шәкірті боп, сахнада өлеңді өргім келет. Күміс домбыра айтысы, күміс домбыра студенттер айтысы бар. Шабыттанып сарайына енгім келет.
бұйырса қоланы бір жеңіп алып, енуға күміс алып бергім келеді ай. Ринат ағада елінің жан тәнімен ұғалар, қазақтың ән жыр жауһарын Димаш ағамдай қобалар, Елдос ағамдай олды жүн сын сағатта сыналар. Қай тұлғаға еліктеп, жүрекенсің ерліктеп, кумирі мұның бар мекен, өнегені шыналар. Кім болмақсың еліңе, еліңнің атын шығарар, міне нағыз перзент деп саған сеніп тұралар. Ей сахнада біз екеуміз гүл екенбіз, аға болған көздерге нұр екенбіз. Гумилепте керемет студент көбі, солардың алдында біз ірі екенбіз. Кіргенде күлтегіннің ескерткіші, тұрғанын тарих қылып жыр етеріміз. Артында өзен бар ғой мына жердің, сол жақта талай жылды түлетеріміз. Қысқасы бұл енуда барлығы бар, тек екеуміз жетіспей тұр екенбіз. Тұр екенбіз. Ағайын қоштасарда қалаймыз күн, мәселесін еріттік талаймыздың. Айтпақшы көктемде су басқан ғой Ақтөбені, сіздерге ұшып еді талай құзғыны. Бір қазақтың басына қайғы келсе жыртығын дұғаменен жамаймыз мыңа. Енді ондай хабар елге келмесінші. Арманы сол талай ол талай қыздың, су тасқыны болмасын Ақтөбеде, жыр тасқынын естиегі арай қыздың. Арай қыздың. Ой, рахмет. Бір шумақпен түйінде ғой, арай. Жігітсің ғой бар шүкір ұланатын, құрдасыңмын биіктесең қуанатын. Жеті жұрттың жағдайын ойлап жүрші, жақын тартып жек жатын жырағатын. Кереймен Жәнібектей кемеңгер бол, сын сағатта ұлт үшін сыналатын. Кімсің десе мен қазақпын деп, кімсің десе саған кеп, қасқайып ақ мен қазақпын дейтіндей жұбан ақын. Ұл болма қызша билеп бұралатын, жігіт бол қолың әркез туалатын. Ой, рахмет, ақындар. Ақтөбеме барайын. Ой, рахмет. Тамаша.
Соңғы уақытта айтыста кенжелеп қалған осы өңірден келген ақындардың өзінің туған жерінің мақамсаздарын сахнаға алып шығу еді. Бүгінгі ақындарды көрдіңіздер, сөзі де, сазы да керемет үйлесім тапты деп ойлаймыз. Болашақ Евразия ұлттық университетінің студенттеріне қол соғып қойыңыздар. Айтысты бастаған Ерасыл Сейітжанұлы, Алматы қаласы. Бір 9, қалғаны 10, 49 ұпай. Арай Нұрадин, Ақтөбе облысы. Бір 9, қалғаны 10. Айтыс көңілдеріңізден шығып жатыр ма, құрметті көрермендер? Осындайда жүрсін Ерман ағамыздың өлеңі ойымызға оралады. Бәйгелердің алдын бермес, боз аттай, ақын болып туарсың ау, сөз оқтай. Ақын болу аздық етер ақынға, айтыс сүйер, халық керек қазақтай дейді. Ақындарға дем беріп отырған өздеріңіздей жастарға, өрелі көрермендерге мың алғыс. Ендеше қазылар алқасы 10 минут ақылдасуға уақыт берейік. Оған дейін Қазақ ұлттық өнер университетінен келіп тұрған өнерлі шәкірттер, дәстүрлі өнерімізді дәріптеп жүрген таланттар, Бегарыс Көштаев, дәстүрлі жыр мамандығының 4-ші курс студенті, және Камал Майданов, дәстүрлі ән мамандығының 4-ші курс студенттері сіздерге кезектесіп жырдан шашу шашады. Қабыл алыңыздар. Алатаудан арқадан Алатаудан арқадан ақындарым келіпсің, тілдерінен балтамған жақындарым келіпсің. Ертіс еділ ілесір, бас қосқалы келіпсің. Жүрген жері думан жыр, сендер елге көріксің. Шаршы топта сөгілген сөздеріңді сағындым. Көзге жылы көрінген өздеріңді сағындым. Алтын орда төрінен, астананың еліммен қолыңды алып көріскен бір қуанған кәріңмен. Жаталмадым тыншығып, сендер келді-ау дегенде, бір отырдым бір шығып, елең қағып өлеңге. Мұндай түбір жарыста кім қозбайды намысқа, көтермеші боқ келдім ақындарым қарышта. Жүйрік болар ма, шаршы төске сермемей, қыран болар ма, тас қияға үрлемей, жорға болар ма, төрт аяғы тайпалмай, батыр болар ма, жауды да жеңіп қайтармай, ақын болар ма, арқа қызып ән салмай, жиылған көп қалайық сөзіні үйіп, тамсанбай Ал сүйінбаймен қатаған, қар өлеңді матаған, атын жаттап балалар, әлі дүгінге атаған. Кенжінбай мен орынбай, өлең жырдың қорынбай, көрінеді сұрады, керуен көшкен жолындай. Құлғылман бет қолын шақмай көт сарбас қуандық, бұлдырайды туқ ұқсап, біз солардың өрені көк дауылдай бұратып. Сөз бастаңдар келелі, жырға лайық елің бар, елге лайық ерің бар. Төрі толған түлікке ұландап айтақ жерің бар, көгорайлы белің бар, айдында шалқар көлің бар. Осыларды жырлайтын ақындарым жөнің бар. Ал орынбай шашубай, сендер өзен басындай, ағытыңдар өлеңді жазғыда нұрлы тасқындай. Артайгенен нұрлы бек, маясар қуат жақсыбай, өлең жырды дүрілдет, жырларыңның күшінен, жау жүрегі түршіксін. Жырларыңды естеген дос құмардан ай, бір шықсын ай.
жігіттің қарап тұрсам, ойпырмай өз ай жасығай. Ойгай, игигай, 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 ой. Қыз емес қыздың атай қызыл киік, таранған тоты құстай шашындейік. Қымбатты мінездер айбалдан тәтті тұрады көрген жерден. Шіркін ай көңнің сүйіп ай. Ойгай, игигай, 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 ой. Тұрмаймай, жақсы қыз қай көңілің алып, әзіңнен сөйлеу керек ебін тауып. Білетін құрбы жайын адам болсай, әлгеген өз ашпай ма? Ойпырмай есігі жауып ей. Ойгай, игигай, 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 ой. Жақсы қыз естемай құтыдағым, алуға әркімгі мұрмыны дағым. Болғанда қыздар шабақ су ішіндей, мен шортан мұнығы бұған. Ойпырмай жалымдағы бей. Ойгай, игигай, 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 ой. Шіркін-ай жалымдағы бей. Ойгай, игигай, 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 ой. Лилрайла, 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 лилама.